Батыстан оңтүстікке бет алған жүрдек пойыз жүйткіп келеді. Егін таянып, вагон терезесінен сыртқа қызықтай қарағанына біраз уақыт болды. Өзіне қарсы орынға жайғасқан екі жігіттің мұның мойын бұруын тосып тағатсызданып отырғанын сезер емес. Ақыры екі жігіттің бір-біріне сен бастасаңшы дегендей ымдасқан қимылдары ойын бөліп, Ақжан қарсы алдындағыларға қарады. Екеудің күткені де сол екен. Қарындас, жол ұзақ, әңгімелесе отырсақ деген ғой біздікі. Мына жігіт менің досым Қуандық, менің есімім Сабыр. Таныс болып отыралық, өзіңізді де бізге таныстырып қойсаңыз. Менің есімім Ақжан. Алысқа жолға шықтыңыз ба? Деп тағы да бастырмалатты Сабыр. Алматыға, деді Ақжан қысқа ғана. Сабыр ауық-ауық Ақжанға сұрақ қоя отырып, өздері жайлы әңгімеледі. Екі жігіт ауған жерінде бірге әскери қызметте болып, сонда достасқан. Әскерден келісімен жұптары жазылмаған күйі Алматыдағы жоғары оқу орнына тапсырып, жолдары болған. Қазір 3-ші курста оқиды, бірге тұрады. Қуандық Атыраудан, Сабыр Көкшетаудан. Жазғы демалыстарында бір-бірінің ауылдарына барып, қайтпаса көңілдері көншімейді екен қос жігіттің. Айтуынша екеуі де бойдақ. Осы досымды ұнатқан қызымен табыстырамын деп, ақ қан сорпам шығып біттім. Менің жарам жеңіл, мұрындық салғандай сүрелеп жүріп, осыны аяқтандырсам, ертесіне-ақ өзім үйленіп тынар едім, дейді Сабыр ойын-шыны аралас. Екеуі қолды-аяққа тұрмай дастархан жасап, қызды шақырып, үшеуі бірге тамақтанды. Шай үстінде де, одан соң да Сабыр Қуандықтың қызға деген икемсіздігін әңгімеге арқау етіп, сөзбен шымшылаумен болды. Қуандық жымиған қалпында танған жоқ. Вагондағы жарық сөндіріліп, тек жолсеріктің купесі жанындағы жарық бүкіл вагонға көмескі түсіп тұр. Ақжан аударылып теріс қарап жатты. Сезіп жатыр. Жоғарыдан Сабыр түсіп, төмендегі досының жанына жайғасты. Сыбырлап, қыз жібек дерсің, төлеген сенде арман жоқ. Қуандықты иығынан ба, жауырынан ба мытып қалғаны, оның да жайлап жауап қайтарғаны сарт-сұрт дыбыстарынан білініп жатты. Биыл көктемде тағы да шаршап, әрі уайымнан ба, Ақжан расында да тұра алмай қалды. Қол-аяғы шымырлап, жансызданғандай, шекесі шыңылдап, өң мен түстің арасында жатты. Дене қызуын өлшеген адамдардың көздері шарасынан шығумен болды. Шақыртылған дәрігерлердің өзін тез арада ауруханаға жеткізгенін, шөлмектердің бірінен соң бірі ауысып, тамырына дәрі құйылып жатқанын еміс-еміс біледі. Бір көзі түскенде ақ жамылғаның үстінде қалған қолының шойындай қаралғынан ұялып жасырмақ болған. Әлі келмеді, қолы көтерілмеді. Жаз айы болғандықтан палатаның есігі ашық тұратын. Ерсілі-қарсылы өтіп жатқандардың өзі мойын бұрып, көз тоқтатып қарауында тағы да құбыжық көргенде қызықтау деп түсінді. Дегенмен әлін жиған бір күні айна алдынан барған Ақжан айна алдынан кете алмай, өз көзіне өзі сенбей біраз тұрды. Ақшылтым тартқан өңіне қара қасы мен кірпіктері қоюлана бастаған шашы қаламмен салғандай келісіп ақ тұр. Реңіне қан жүгіріп, солып тұратын қушиған жақтарының орнына домаланған бүйрек бет пайда бола бастапты. Аздап ет ала бастаған ба қалай, өзін-өзі жеке зерттеп түсініп болғанша тұрғысы келмегеннен ұялып орнына қайта оралды. Дәрігерлердің айтуынша Ақжанның іш құрылысындағы бір бездің жұмысы жартымсыз болғандықтан осы уақытқа дейін бронза аурумен ауырған. Әлсіздік, жылтыр қаралғы, тыриған арықтығы, аурушаң әлжуаздығы, дененің кейбір жерлеріндегі дақтар, тіпті шашының түсуі де осы ауруының кесірі болып шықты. Аурудың асқынып, белгі беруі, ауыр халде ауруханаға түскені. Жетіспейтін бездің қанға бөлілерін дәрі арқылы ала бастағаны беті бері қарап, аурудың белгілерінен арыла бастады. Айна алдында баруды жиілетті. Бұрынғыдай емес толса бастады. Кісіден сұрап, кигендей солбырайып тұратын киімдері дөңгеленіп қона қалыпты. Буса да түйсе де, сусылдап тұрмайтын жұқа тараса болды түсіп, үсті басына еріп жүретін шашы қалыңдап өсіп қалды. Қысқасы Ақжан біртіндеп сұрықсыз кейпінен дені сау адам қалпына қыз көркіне ене бастады. Ауруханадан шығарғанында өмір бойы тек дәріні үзбей қабылдағанда ғана саулығының сақталатыны, әйтпесе баяғы таз қалпына қайта түсетіні ескертілді. Содан бері Ақжан үшін өзгеше өмір басталды.
өзі барып амандаспаса, таныстары бір көргеннен жазып тани алмайтын болды. Бұрын бар жоғын елемейтін жігіт атаулы бүгінде аңтарылып қарап қалады. Әдет болып кеткен бе, көпшіліктен араласудан жасқанып, тартқыншақтай береді. Емделіп шыққан соң көп ұзамай Алматыға білімін жоғарылату курсына жолға шыққан осы еді. Қайырлы таң, қыз жібек. Тойсы Ақжан, екпінді басталған сәлемін Сабыр сасқалақтап аяқтады. Ақжан оның алаңға сарылғына күліп, қайырлы күн, шеге жолдас деді. Түнгі Сабырды естіп қалғанын білген жігіттер де қызарықтасып күліп алды. Төлеген рөлінде болу өзіне тигендіктен бе, әлде досының оқытуы іске асты ма, қуандық батылдана бастағандай. Сапарластар Алматыға да келіп жетті. Қос жігіт Ақжанды барар жеріне жеткізіп салды. Келіп тұруға рұқсат алып уақытша қоштасты. Олар кеткен соң Ақжан бөлмесінің терезесіне сыртқа қарап ойға шомды. Қуандық егер шын көңілі кетіп, сөз салар болса, бұл батылы жетіп өзінің дәрінің құлы екенін айта ала ма екен? Айтса, қыз жібегімді енді таптым деп өркпеген Төлеген жігіт жүрегі түсіне ала ма?